Саламатсыңдар ма балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы мәтіннің құрылымдық бөліктері. Бүгінгі сабақта мәтін туралы түсініктеріңді қалыптастырасыңдар. Мәтіннің құрылымдық бөліктері туралы білесіңдер. Жоспарға сүйеніп, оның бөліктерін анықтайсыңдар. Алдымен мәтін туралы түсінікті есімізге салайық. Мәтін өзара байланысқан сөйлемдер. Мәтінге тақырып қоюға болады. Ол бірнеше бөліктерден тұрады. Мәтінге жоспар құруға болады. Мәтіннің басы, негізгі бөлігі, соңы болады. Мәтіндегі оқиғалар баяндалады, сипатталады және дәлелденеді. 13-ші жаттығу. Мәтіннің басқы және негізгі бөліктерінің жігін ажырат. Сабақтан келісімен Оспан сөмкесін лақтырып тастады да, үстел үстінде тұрған тамақты апыл-ғұпыл ішіп ойнауға кетті. Ол кешке дейін доп қуып жүргенде, үйдегі інісі Мұрат та қарап отырған жоқ. Әуелі Оспанның сөмкесін ала мысықтың мойнына байлап, біраз сүйретті. Сонан соң... Балалар, ары қарай не болды деп ойлайсыңдар? Мәтінді жалғастырып көрейік. Мәтіннің негізгі бөлігін бірінші сурет арқылы толықтырып көрейік. Сонан соң інісі сөмкеден кітап-дәптерлерді алып, жырта бастады. Кешкісін Оспан үйіне келді. Ол ойыннан әбден шаршаған. Оспанның сабақ оқуға мұршасы болмай, ұйықтап қалды. Таңертең тұра сала мектебіне асықты. Ол сөмкесін ашып, оқулықтарының жыртылғанын көрді де, жылап қоя берді. Соңғы бөлігінде не болғанын өздерің ойлап көріңдер. Ол үшін екінші сурет арқылы оқиғаны болжап көріңдер. Ұстазы оған қандай кеңес беруі мүмкін? Ойланып көреміз. Мақалдың мазмұнын талқылаңдар. Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен. Мақалды көшіріп жазып, өз-өздеріңді тексеріңдер. Осы мақал мәтіннің аты болатындай шағын мәтін құрап жазыңдар. Мәтінді оқы. Ербол бүгін жарыста болып, сабаққа бармай қалды. Кешкісін Жантастың үйіне барып, үйге берген тапсырманы сұрады. Ол көшіріп алуға дәптерін берді. Сол кезде Жантастың үйіне Ермек те келіп қалды. Ол Ерболдың асығыс көшіріп жатқанын көріп, сен оны текке көшірме, мен саған шығару жолын түсіндірейін. Сонан соң өзің де үйреніп аласың деді. Ербол досының сөзін мақұлдап, оған ризалығын білдірді. Балалар, ойланып жауап берейік. Мәтін кімдер туралы? Мәтіндегі негізгі ойды анықта. Мәтінге ат қойыңдар. Мәтінді қанша бөлікке бөлуге болады? Және қай бөлікке суреттер берілген? Тағы қандай сурет салуға болады? Мәтіннің соңғы бөлігін көшіріп жаз. Яғни балалар, мәтін 3 бөліктен тұрады екен. Мұнда Жантастың әрекеті дұрыс деп ойлайсыңдар ма? Мәтіндегі кімнің әрекеті дұрыс? Ермек Ерболға қандай ақыл айтты? Жарайсыңдар балалар. Достар деген әрқашан шынайы болу керек. Шын достар ғана бір-біріне жаны ашиды. Сабақ оқудың жеңіл түрін емес, түсінікті болатындай етіп, егер досың сабақтан қалып қойған жағдайда, оған қалып кеткен тапсырмаларды барынша түсіндіргенің дұрыс. Мәтінге қандай ат қоюға болады? Шынайы достық. Шынайы достар ғана қиындықта бір-біріне көмектеседі. Балалар, достық туралы қандай мақал мәтелдер білесіңдер? Дос жылатып айтады, дұшпан күлдіріп айтады.
Досы жақсының өзі де жақсы. Дос болсаң берік бол, досыңа серік бол. Ағаш тамырымен, адам досымен мықты. Сонымен балалар, сабақ аяқталды. Сау болыңдар.